Саламатсыздар ма? Мен Ақтөбе қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәнінің мұғалімі хан Венерғали Көркембайұлы боламын. Енді бүгін біздің тақырыбымыз 8-ші сыныптың салу есептер бөліміне келіп тұр. Салу есептерінің сіздер салу есептері бойынша қандай салу есептері туралы білетін боламыз. Енді салу есептерінің бұл сабақтың мақсаты қарапайым салу есептерінің орындалуын меңгеру, салу есептерін шығару, үйрену, қандай салу есептері бар екен. Енді осы мақсатқа қоя отырып, сіздерден мынандай нәтиже күтіледі. Циркуль мен сызғыштың көмегімен бұрыш биссектрисасының шамасына тең бұрышты сызуды, кесіндіні қақ бөлуді, түзуге перпендикуляр жүргізуді, берілген түзуге осы түзуде жатқан нүкте және жатпайтын нүктелер арқылы перпендикуляр жүргізуді білетін боласыздар. Және де күрделі салу есептерін орындай аласыздар, және берілген элементтер арқылы үшбұрыштар салуды біледі. Бұл жерде күрделі салу есептері дегеніміз қарапайым салу есептерін меңгере отырып, одан да басқа күрделі салу есептері орындайтын боламыз. Және де берілген элементтер арқылы үшбұрыштар салуда бұл жерде үшбұрыштың үш қабырғасы беріліп, сондай үшбұрыш салуымызды және де екі қабырғасымен және олардың арасындағы бұрыш бойынша үшбұрыш салуды білетін боламыз. Енді бұл өтпес бұрын сіздерді мынандай топқа бөлейік. Сіздерді көріп отқандай циркуль, сызғыш, карандаш құралдары көрініп тұр. Енді осы құралдарды таңдап үш топқа бөлейік. Енді топқа бөлінгеннен кейін осы сызба құралдарының туралы ол қызметі қандай, функциясы қандай, бізде салу есептерін орындаудағы қандай сызбалар орындай аламыз, не істей аламыз жөнінде ақпарат беруіміз керек әр топ. Енді ақпарат алу үшін бірінші циркуль туралы айтайық. Циркуль ол бір ұшы ине ұшындай болатын, екінші ұшы карандаш болып келетін мынандай құрал болып саналады. Осы уақытқа дейін сіздер шеңбер сызып келген болатын болсыздар. Бұл құрал арқылы сіздер берілген нүктенің центр, ал берілген кесінді радиус етіп алып шеңбер сызуға болады. Бұл құрал арқылы. Бұл циркуль арқылы екі шеңбердің қиылысу нүктесін анықтауға болады. Бұл жерде екі шеңберді салған кезде ол қандай да екі нүктеде қиылысу нүктесі анықталды деп есептейміз. Әрі қарай сызғыш. Бұл сызғыш біз осы уақытқа дейін қолданып келген өлшемі бар сызғыш қолданып жүр. Яғни белгілі бір кесіндінің ұзындығы 2 см, 3 см болсын, кесінді сызғыштағы сызғыштың өлшемін пайдаланып сызған болатынбыз. Енді бұл салу есептеріндегі бұл сызғыш өлшемі жоқ сызғыш ретінде алынады. Бұл өлшемі жоқ сызғыштың көмегімен тек қана берілген екі нүкте арқылы өтетін түзу жүргізуге болады, және екі түзудің қиылысу нүктесін салуға болады. Бұл жерде берілген екі нүкте арқылы өтетін түзу жүргізуге ол аксиома бойынша түзу жүргізуге болатынын айтылған. Және екі түзудің қиылысу нүктесі де анықтауға болады. Келесі құралымыз карандаш. Бұл осы екі циркуль мен сызғышты байланыстыратын басты көмекші құрал болып саналады. Яғни сызғыштың өзімен біз көрген сызбамызды тек сызғыштың өзімен сыза алмағандықтан карандаш көмекші құрал болып саналады. Бұл үш құралымыз ішіндегі циркуль мен сызғыш бұл салу есептерін орындаудағы негізгі құрал болып саналады. Енді қарапайым салу
есептердің ішінде мынандай 4 түрін бөліп қарастырамыз. Бірінші, берілген бұрышқа тең бұрышты салу, бұрыш биссектрисиясын салу, берілген кесіндіні қақ бөлу, берілген нүкте арқылы өтіп, берілген зүге перпендикуляр зүгді салу. Бұл жерде берілген бұрышқа тең бұрышты салу дегеніміз, қандай да бір бұрыш беріліп, дәл сондай циркуль сызғыштың көмегімен дәл сондай бұрышты салуымыз керек. Екінші, бұрыш биссектрисиясын салуда бұл берілген бұрыштың беріледі, оның биссектрисиясын қалай саламыз, және салу техникасын меңгереміз. Берілген кесіндіні қақ бөлу. Берілген кесіндіні қақ бөлу дегеніміз, ол кесіндінің шеткі нүктелерінен бірдей қашықтықта жатқан нүктелердің геометриялық орнынан қандай фигура екенін білетін боламыз. Төртінші, берілген нүкте арқылы өтіп, берілген зүге перпендикуляр зүгді салу дегеніміз, ол зүгдің бойында жатқан нүкте және зүгдің бойында жатпайтын нүкте арқылы сол зүге перпендикуляр зүг жүргізуді білетін боламыз. Салу. Енді қарапайым салу есептерін орындамас бұрын сіздерге өмірде мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Мынау осы жер бетіндегі белгілі бір қандай да бір екі село округ орналасқан, А және Б село округ, және оған жақын арада темір жолы өтіп жатыр. Яғни пойыз өтіп жатқанын көріп тұрсыздар. Сурет бөліп. Енді осы А және Б село халқы осы темір жол пойызға мініп басқа елдермен қатынасу үшін осы темір жол бойынан темір жол станциясын салуды сұрады. Осы темір жол станциясын салудағы ең басты шарт осы А және Б ауылдарынан бірдей қашықтықта болу керек. Ендігі сұрақ, темір жол екі селодан бірдей қашықтықта болатындай темір жол бойынан темір жол станциясын салуымыз керек. Ол үшін темір жол станциясы салу үшін біз мана бастап көрсеткенде қарапайым салу есептері көмекке келеді. Бұл жерде қарапайым салу есептерінің ішіндегі үшінші түрі берілген кесіндіні қақ бөлу. Бұл берілген кесіндіні қақ бөлу, яғни кесіндінің шеткі нүктелерін бірдей қашық жатқан нүктелердің геометриялық орнын анықтайық. Оның салу техникасын қарастырайық. Бірінші бізге берілгені АБ кесіндісі, яғни осы АБ кесіндісіне орта перпендикулярды салуымыз керек. Ол үшін бірінші радиусы АБ алып, центрі Б болатын шеңбер доғасын саламыз. Яғни центрі А деп алып, радиусы дәл осындай АБ болатын екінші шеңбер доғасын саламыз. Осы кезде екі шеңбер доғаларының қиылысу нүктесін анықтаймыз. Бұл қиылысу нүктелерін С және Д деп белгілейміз. С және Д нүктелері арқылы түзу аксиома бойынша түзу жүргізуге болады. Осы С-Д түзуі АБ-ға орта перпендикуляр болады. Енді бұл С-Д-ның орта перпендикуляр екенін, яғни С-Д түзуі АБ кесіндісі О нүктесінде қиып өтеді. Одан АО, ОБ тең екенін және С-Д АБ-ға перпендикуляр екенін дәлелдейік. Суретіміз салу бойынша мынандай үшбұрыштарды қарастырайық. АДС, ВСД үшбұрыштарын қарастырайық. Бұл жерде АС, ВС бір шеңбердің радиустары болғандықтан тең болады. Дәл сол радиуста АД, ВД тең болады. Бұдан
ДС және де ДС ортақ қабырға деп қарастырсақ, АДС, ВСД үшбұрыштары тең. Бұдан сәйкесінше бұрыш АСО және ВСО тең болады. Бұл жерде жаңа айтып отқан үшбұрышымыз, үшбұрыштар тең үшінші белгісі үш қабырғасы бойынша тең болады. Енді АВС үшбұрышын қарастыратын болсақ, АС мен ВС тең болғандықтан бұл үшбұрышымыз тең бүйірлі үшбұрыш. Ал СО биссектриса болғандықтан тең бүйірлі үшбұрыштың қасиеті бойынша табанына түсірілген биссектриса ол медианада биіктікте болады. Осы қасиет бойынша О нүктесі АБ-ның ортасы екені және СО АБ-ға перпендикуляр екені шығады. Біздің қажет дәлелдеуіміз осы. Енді бастапқы берілген есепке оралайық, яғни теміржол станциясын салуда. Ол біз өмірде жалпы теміржолының өзі қисық сызық болып келеді. Ол түзу сызық ретінде ол белгілі бір қашықтықта түзу сызық болып келгенмен барлық уақытта да ол түзу сызық бола бермейді. Енді біздің қарастырып отқан уақытта белгілі аралықтағы түзу сызық деп теміржолды түзу сызық деп қарастырсақ, ал А және Б селоларын А селосын А нүктесіне сәйкестендірсек, Б селосын Б нүктесіне сәйкестендірсек, бізде АБ кесіндісімен берілген түзудің математикалық түріне келеміз. Енді ол мынандай математикалық есепке келеді. АБ нүктелерінен бірдей қашықтықта жатқан нүктелердің геометриялық орнын анықтаймыз, яғни орта перпендикулярды саламыз. Осы орта перпендикулярды салған нәтижесінде ол берілген түзуді қандай да бір нүктеде қиып өтеді. Ол жаңағы дәл айтып өткен алдымыздағы кесіндіні қақ бөлу салу техникасы бойынша орындаймыз. Яғни манағы айтылып өткендей С-ді орта перпендикулярын жүргіздік, ол темір жолды О нүктесінде қиып өтеді. Осы О нүктеміз темір жол станциясын орнын анықтайды. Яғни бұл О нүктесі С түзуінің бойында жатыр. Ол мана айтып өткенде дәлелдеп көрсеткен болатынбыз. Ол А және Б нүктелерінен бірдей қашықтықта жатыр. Яғни біздің АБ селоның халқының сұрауы бойынша темір жол станциясын салу орны анықталды. Келесі енді қалған қарапайым салу есептерін орындауды қарастырайық. Енді келесі қарапайым салу есептеріне тоқталайық. Соның ішінде бірінші берілген бұрышқа тең бұрышты салу. Яғни бірінші А бұрышы берілген, енді дәл осындай осыған тең болатындай бұрыш салуымыз керек. Ол үшін оның салу алгоритмінен бастайық. Бірінші сәуле жүргіземіз. Екінші берілген А бұрышының бұрыш қабырғаның қиятындай кез келген радиуста шарт шеңбер жүргіземіз. Және дәл соны берілген салынған сәулеге басын центр етіп алып, сол радиуста сәулені қиятындай шеңбер доғасын жүргіземіз. Ол Д нүктесінде қиып өтеді. Ары қарай радиусы БЦ болатындай, центрі Д болатындай, бірінші шеңбермен қиылысатындай, Е нүктесінде қиылысатындай нүктені анықтаймыз. Осы Е нүктесі мен О нүктесін қосып түзу жүргіземіз. Нәтижесінде берілген А бұрышына тең ЕО-ды үшбұрышы шықты. Енді осы А мен О бұрышының тең екенін дәлелдейік. Берілгені
А бұрышы мен О бұрышын дәлелдеу үшін ВС және ЕД кесінділерін жүргіземіз. Сонда АВС және ОДЕ үшбұрыштары шығады. Осы үшбұрыштарды қарастырайық. АСОЕ бірінші шеңбердің радиустары болғандықтан, бірдей радиустары болғандықтан екеуі тең болады. Дәл солай АВ, ОД ол да бірінші шеңбердің радиустары болғандықтан тең болады. ВС, ДЕ бұл екінші шеңбердің радиустары болғандықтан тең болады. Бұдан үшбұрыштар теңінің үшінші белгісі бойынша АБС және ОДЕ үшбұрыштары тең. Яғни сәйкесінше А және О бұрыштары тең болады. Келесі қарапайым салу есептерінің ішіндегі екінші түрі берілген бұрыштың биссектрисасын салу. Яғни А бұрышы берілген, осы А бұрышының биссектрисасын салуымыз керек. Ол үшін шеңбердің центрі А болатындай, кез келген радиуста бұрыш қабырғаны қиятындай шеңбер доғасын жүргіземіз. Осы бұрыш қабырғаларын қиып өткен нүктелері арқылы бір радиуста екі шеңбер жүргіземіз. Осы шеңбердің қиылысу нүктесін Б деп белгілейміз. Б мен бұрыш төбесі А арқылы әуле жүргіземіз. Осы АБ қажет біздің бұрыш биссектрисасы болып табылады. Енді осы АБ-ның А бұрышының биссектрисасы екенін дәлелдейік. Ол үшін бірінші қосымша салу жүргіземіз. Яғни ДВ, ВС кесінділерін жүргіземіз. Осы кезде АСВ және АДВ үшбұрыштары шығады. АС және АД ол бірінші шеңбердің радиустары болғандықтан тең болады. Және СВ, ДВ ол екінші шеңбердің радиустары болғандықтан тең болады. АВ ортақ қабырға, бұдан АЦВ үшбұрышы мен АДВ үшбұрыштар теңінің үшінші белгісі бойынша тең болады. Яғни САВ және ДАВ сәйкес бұрыштары тең болады. Яғни АВ біздің А бұрышының биссектрисасы екені дәлелденді. Ары қарай қарапайым салу есептерінің үшінші түрі берілген нүкте арқылы өтіп, берілген түзуге перпендикуляр болатын түзуді салу. Ол үшін мынандай екі жағдайды қарастырамыз. Яғни түзудің бойында жататын нүкте және түзудің бойында жатпайтын нүкте арқылы перпендикуляр түзу жүргізу. Бірінші жағдай, түзудің бойында жатқан нүкте арқылы сол түзуге перпендикуляр түзу салайық. Шеңбердің центрі М, түзудің бойында жатқан М нүктесі арқылы кез келген радиуста түзуді қиып өтетіндей жарты доға жүргіземіз. Ол Б нүктесінде қияды және А нүктесінде қиып өтеді. Әрі қарай радиусы АБ болатын, шеңбер центрі А болатын және шеңбер центрі Б болатын сол радиуста шеңбер доғаларын қиылысу нүктесін анықтаймыз. Осы қиылысу нүктелері арқылы түзу жүргіземіз. Яғни П, Q түзуі жүргізілді. Енді осы П, Q түзуі мен АБ түзуінің перпендикуляр болатын дәлелдейік. Бірінші жүргізгендегі шеңбер доғасы мен А, М, МБ бірдей радиуста болғандықтан тең болады. АВ радиусы болатын центрі А және Б болатын шеңберлердің қиылысу нүктесінде П және Q нүктелері анықталды. Осыдан АП, ПВ екінші шеңбердің радиустары болғандықтан тең болады. Бұл жерде АПВ тең берілі үшбұрышы шықты. Енді ПМ үшбұрыштың медианасы болғандықтан ол үшбұрыштар тең берілі үшбұрыштың қасиеті бойынша ол биіктікте болады. Бұдан А түзуі мен ПQ түзуі перпендикуляр. Енді осы қарапайым салу есептерін меңгергенімізді білу үшін биіктігі ретінде есептер шығарайық. Мынандай жұптық жұмыс ретінде сіздерге мынандай тапсырма берейін.
айналма жолдан тысқары орналасқан екі шағын аудан халқы бірдей қашықтықта болатындай айналма жол бойынан аялдаманы салу сұрады. Аялдаманың орнын анықтау қажет. Бұл жерде төменде суретте көрсетіп тұрған екі шағын ауданның суреті және бұл екі жол байланыстырған айналма жол және айналма жолдан ары қарай басқа алаға болсын, ауылға болсын орналасатындай жол жүргізілген. Енді бұл өмірде кездесетін есепті біз математикалық есепке аударайық. Екі шағын ауданды А және Б нүктесі деп белгілейік, айналма жолды шеңбер деп қарастырайық. Сонда А және Б нүктелерінен бірдей қашықтықта болатындай шеңбер бойынан нүктені анықтауымыз қажет. Бізге математикалық есеп осындай түрде қоямыз. Бұдан ары қарай А және Б нүктелерін қосып АБ кесіндісін саламыз. Енді АБ кесіндісінің орта кесіндіні қақ бөлу алгоритмі бойынша орта перпендикулярды саламыз. Бұл орта перпендикуляр жүргізген кезде берілген шеңберді қандай да бір нүктеде қиып өтеді. Осы қиып шеңбердің қиып өткен нүктесін С нүктесі деп белгілейміз. Осы С нүктесі мен АБ нүктелерін қосып АСБ теңбейлі үшбұрышы шығады. Бұдан теңбейлі үшбұрышымызда әрине АС ВС тең. Бұдан манағыдай дәлелдеп көрсеткеніміздей С нүктесі А және Б нүктелерінен бірдей қашықтықта жатыр. Дәлелдеуіміз бойынша және де С-ді бұл жерде перпендикуляр болып табылады. Енді бұл жердегі айналма жол С нүктесі аялдаманың орнын анықтайды. С нүктесі аялдаманың орны. Келесі үш қабырғасы бойынша үшбұрыш салуды қарастырайық. Бұл математикадағы күрделі салу есептерінің ішіндегі үшбұрыш салудың ішіндегі үш қабырғасы бойынша салу есебі. Бұл жерде берілген есеп мынадай түрде: P1 Q1, P2 Q2, P3 Q3 кесінділері берілген. Яғни осындай қабырғалар осыған тең болатындай АБС үшбұрышын салуымыз керек. Ол үшін ізделінді АБС үшбұрышын салу үшін бірінші А сәулесін саламыз. Екінші P1 Q1-ге тең болатын АБ кесіндісін саламыз. Яғни А сәулесінің бойынан Б нүктесін анықтаймыз. Үшінші центрі А болатын, радиусы P2 Q2 болатын шеңбер доғасын саламыз. Және төртінші центрі Б болатын P3 Q3 шеңбер доғасын саламыз. Осы екі шеңбердің қиылысу нүктесін С деп белгілейміз. Осы С нүктесі мен А және Б нүктелерін қосып ізделінді АБС қажет АБС үшбұрышын саламыз. Енді бұл АБС үшбұрышының берілген үшбұрыш кесінділерді қанағаттандыратын дәлелдейік. Бұл жерде P1 Q1 ол АБ-ға тең. Басында салуымыз бойынша P2 Q2 ол АС-ға тең.
сол радиуста салынғандықтан P3 Q3 ол VC-ға тең. Бұл жерде бұл ABC үшбұрышын үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі, яғни үш қабырғасы бойынша тең екенін дәлелдеп көрсетуге болады. Ары қарай мынандай L түзуі берілген. Осы L түзуінің бойынан A және L түзуінің бойының бір жағында жатқан A және B нүктелерінен L түзуінің бойынан AMB ең қысқа жол болатындай M нүктесін анықтауымыз қажет. Бұл M нүктесін L түзуінің бойынан қай жерде орналасқанын анықтау. Ол үшін бізде AMB кез келген жерден алатын болсақ M нүктесін, онда біз AMB ең қысқа жол болатынын қалай білеміз? Ол үшін A нүктесінен L түзуі арқылы A нүктесіне өтетін L түзуіне перпендикуляр түзуді саламыз. Бұл түзудің бойына жатпайтын нүкте арқылы перпендикуляр жүргізу қарапайым салу есебінен туындайды. Соның салу техникасы бойынша A нүктесі L түзуіне перпендикуляр A нүктесі арқылы өтетін түзу жүргізгенде A нүктесінен L түзуіне дейінгі қашықтыққа тең болатындай A' нүктесін анықтаймыз. Оған A' нүктесі мен M нүктесін қосып кесінді жүргіземіз. Сонда бізде A', және AM тең болады. Бұл жерде A', AM тең бүйірлі үшбұрыш болады. Бұдан A'MB жолымыз бір түзу сызық бойында орналаспағанын көріп тұрмыз. Яғни A-дан B-ға дейінгі AMB ол ең қысқа жол емес екенін біз көріп тұрып. Ең қысқа жол бұл жерде болу үшін A' пен B нүктесі бір түзудің бойында жатуы қажет. Ол үшін A' B нүктесін нүктелер арқылы түзу жүргіземіз. Сол жүргізгенде түзу L түзуін M0 нүктесінде қиып өтеді. Бұл жерде A'M0 мен AM0 әрине тең болады. Өйткені A' пен A нүктесінен L түзуіне дейінгі қашықтықтары тең болғандықтан бұл жерде A'M0A тең бүйірлі үшбұрыш. Бұдан AM0 AM0-ге тең, M0B ол белгіленген кесінді, яғни бұл жерде ең қысқа қашықтық болып табылады. Біздің L түзуінің бойынан M0 нүктесін анықтадық. Енді осы түсінгенімізді, қарапайым салу есептерін түсінгенімізді не білдік, не үйрендік салу есептерінде білу үшін есепті нысана ретінде менің көңіл күйім сабақтағы мұғалім менің іс-әрекетім жөнінде салу орындағанда өзіңнің іс-әрекетің және жұптық жұмыстағы тапсырманы орындаудағы қандай қиындықтар, қандай қызықты сәттер өткен туралы жазатын боласыздар. Үйге тапсырма ретінде мынандай екі тапсырманы айтып өтейін. Екі қабырғасы және арасындағы бұрышы бойынша
үшбұрыш салу, екінші түзудің бойында жатпайтын нүкте арқылы берілген түзуге перпендикуляр түзуді салуды қарастырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.